Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай дәмді, әрі түсі әдемі болып шығатын аджика жасайтын боламыз. Бұл аджиканы сіздер қалаған тағамдарыңызға қосып жесеңіздер болады, өте дәмді болады. Бізге керекті заттар: бір бума петрушка, онымен уксус қосылған суға жақсылап батырып қойдым, жақсылап жуылу үшін. 2 килограммдай қызанақ, 800-900 грамм тәтті бұрыш және 2 түйір ашты бұрыш, бір бас сарымсақ керек және дәміне қарай тұз, қант, сұйық май керек. Осы қызанақтарды енді бірнеше бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізетіндей етіп, турап салып ет тартқыштан өткізіп аламыз, немесе блендерден де өткізіп алсаңыздар болады. Қызанақтарды өткізіп алдым. Енді осыны қызып тұрған қазанға сұйық май қосып, 125 мл. Қызанағымызды құйып, 1 сағаттай баяу отта қайнататын боламыз. Оттың асты баяу болу керек, қызанақ жаймен ғана қайнап тұруы керек. Және осы 1 сағаттың ішінде араластырып тұрыңыздар, міндетті түрде асты жабысып қалмасын. Осы 1 сағатта қайнағанша, қызанағымыз кішкене қоюланғанша, ет тартқыштан бұрышта, тәтті бұрышты және ашты бұрышты өткізіп алуымыз керек. Неге тәтті бұрышты өткізіп алдым, ашты бұрыштың тек қана осы жасыл сабағын ғана алып, дәнімен бірге өткізе беретін боламыз. Және осы ашты бұрышты сіздер өз қалауларыңызша салсаңыз болады. Қатты ашты жемейтін болсаңыздар, 1 түйір ғана салсаңыздар болады. Және сарымсақты да біз бөлек ыдысқа өткізіп алатын боламыз ет тартқыштан. Мінекей тәтті бұрыш пен ашты бұрыш ет тартқыштан өткізілді. Сарымсақты бөлек өткізіп алдық ыдысқа. Енді петрушканы осылай ұсақтап турайтын боламыз. Мінекей 1 сағат өткеннен қызанақ осындай қою болады. Енді осыған ет тартқыштан өткізілген тәтті мен ашты бұрышты құятын боламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 20-25 минуттай баяу отта қайнатып пісіретін боламыз. Неге 20 минут қайнағаннан кейін, енді осының үстіне сарымсақ пен ет тартқыштан өткізілген петрушканы салып, тағы да жақсылап араластырып, 10 минуттай қайнатуымыз керек. Және осы кезде біз дәміне қарай тұзын, қант салуымыз керек. Мен қанттан 2 ас қасық толтырмай салдым, және тұздан үлкен ас қасықпен тұз салдым, 1 қасық. Сіздер дәміне қарап салыңыздар, міндетті түрде тұзды. Мінекей тағы да 10 минут қайнатып аламыз. Мінекей 10 минут өткеннен кейін түсі, қоюлығы осындай болып шығады. Және осы уақытта мен банкілерді жуып, мантоваркіде 10 минуттай булап алдым және қақпақтарын 3-4 минуттай қайнатып алдым. Салатымызды осы банкілерге ыстықтай құйғанымыз дұрыс. Мінекей өзімізге ыңғайлы етіп, банкілерімізге құйып, қақпақтарын жақсылап жауып алуымыз керек. Менде банкілердің көлемі 250 граммдық банкілер. Егер де сіздер көп көлемде жасағыларың келсе, 2-ге 3-ке көбейтіп жасай беріңіздер. Мінекей салатымыздың барлығын осылай ыдысымызға құйып, қақпақтарын жақсылап жауып алатын боламыз. Және бір түнге төңкеріп, одеялмен орап тастайтын боламыз. Мінекей дәмді әрі жартылай ашты болған аджикамыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, қыста рахаттанып отырып жейсіздер. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, осы видеоға лайктарыңызды баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.